Енді кезектесіп сөйлейік. Енді жастардан Гүлсезім Дауылбайқызы Сұраншиева бар ғой, иә? Енді қысқаша ғана өздеріңіз ойларыңызды айтып. Қайырлы күн, құрметті белсенділер, құрметті қоғам қайраткерлері. Мен Сұраншиева Гүлсезім Дауылбайқызы цифрлы Қазақстан жайлы және оның мүмкіндіктері, ұсыныстары жайлы айтқым келеді. Жалпы қазір Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауы бойынша қазіргі цифрлы Қазақстанда мүмкіншіліктер өте көп. Мүмкіншіліктер алаңында біз оны пайдалануымыз керек. Соның ішінде екі бағытты таңдап отырмын. Ол спорт және өнер саласы. Қазіргі таңда спорт саласында тек қана стадионда немесе бір тамашаланатын орындарда ғана емес, онлайн трансляциялау арқылы көптеген көрерменнің көзайымын айланып отқан спорт түрлеріміз бар. Сол спорт түрлерінің арасында өзіміздің қазақшылығымызды таныта отырып, және оны іске асыра отырып, өзіміздің спортымыз, яғни қазақ күресері, асық ату және де тоғызқұмалақ секілді осындай ойындарымызды дамыту үшін арнайы платформа ашсақ деген ұсынысымыз бар. Бұл жастарға деген ең үлкен мүмкіндіктің бірі деп санаймын. Осылай өзіміздің қазақшылығымызды дамытамыз, насихаттаймыз, арымен қарай өзімізді көрсетеміз. Сонымен қатар өнер саласына келетін болса, қазіргі жыр дастандарымыздың барлығы онлайн форматта сақталып жатыр. Оны сақталып жатқаннан бөлек, көрерменнің көзайымына ғана емес, құлағынан кіріп құршын қандыратын дүниеге де айналып жатыр. Сондықтан оның барлығын цифрлы тұрғыда іске асыра отырып, өнер саласы бойынша ұсынатыным NFC технологиясы бойынша оны мүмкіндікке айландыру. Сонымен қатар спорт саласында спортсмендеріміздің жағдайын бақылау үшін смарт-датчиктердің де болып жатқанын ұмытпаймыз. Ол арқылы физикалық жағдайларын бақылау үстіндеміз. Осылай цифрлы Қазақстанды дамыта отырып, осы салаларда осы мүмкіндікті қолға алып, ұсынысты іске асырсақ деймін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Гүлсезім. Тамаша, енді нақты ұсыныстар Абенов мырзаға бізге өткізіп қойсаңыз болады. Жаңа қағазға жазған сияқтысыз ғой, оның барлығын біз қарастырамыз. Енді құрметті қатысушылар, уақытымыз тығыз, сонда да болса сөйлейтін кісілер бар әлде де. Енді мына ағаларыңызға сөз бергім келіп отыр. Алданыш Нұрпейісов деген ағаларыңыз, жаңа мен айттым, көп жыл ұстаз болған. Енді жай ғана сол қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі болып жүре бермей, Абайдың толық адамы туралы жаңа ол жаста айтты, бәріміз де білеміз ғой енді. Сол туралы кітап жазған екен, өткенде бұл кісімен мен арнайы бір подкаст өткіздім, өте қызық. Сондықтан алдағы уақытта бұл кітабыңызды енді таратамыз, жастар да бәрі оқиды деп ойлаймын. Алдыке қысқаша ғана өзіңіз айтсаңыз. Сол подкастты көресіздер, керек болса біз жібереміз. Сілтемесін. Құрметті жастар, қонақтар, міне мынау сіздердің алдыңызда сөйлеген Ләззат ханымның расы, сөзі рас. Біз еріктілер қатарына кіріп отыр. Мен өмірін ондай бар екенін білмегенмін. Осы бір жарты жылдың ішінде өте жақсы белсенді іске араластым. Сондықтан сіздерге де айтатынымыз, осындай қозғалыстар, ұйымдар болса белсенді араласыңыздар, көңіліңе жақын. Мен өзіме осы Астанаға келген көңіл пікірлес таптым. Сосын өзімнің ойымды жеткізе алатындай сөзді қастым. Сол сияқты мынандай тағы бір ойымды айта кетейін, толық адамнан бұрын. Ежелді сақ заманынан бастап қазақтар белгілі бір ұрандардың соңын ерген. Мысалы, армысың деген бүкіл сақ заманынан қалған жауынгерлік ұран, жерді қорғау. Жерді қорғайтын ұран, ол армысың деген әлгі жер деген сөз мағынасы. Түпкі латын тілінде солай сақталған. Қазір уақыт өзгерді ғой, заман өзгерді, қаншама ғасырлар өтті, сосын ол ұран кішкене өзінің маңызын тоқтатты. 17-ші жылда Әлихан Бөкейханов қайтадан 17-ші жылы ғана емес, 20-ші ғасырдың басында Алаш деген ұран тастады. Ол да Алашта қазақтың жауынгерлік ұран. Соғысқа кіргенде Алаш деп айғай салатын. Кейбір кинолар бар қазір сондайларды көрсетіп жатыр. Сондықтан ол жауынгерлік ұран. Осындай ұранның соңында ерді. Қазақтың ақылды адамдардың барлығы сұранып қазақты бір кризистен алып шықты. Өйткені автономия құрып берді.
Автономияны құрды. Кеңестік мойындамады, бірақ бәрібір сол автономия болды. Одан кейін одақтық мәртебе алдық. Содан кейін міне егемендікке қол жеткізді. Қазіргі жерде міне президентіміз тағы да ұран тастап отыр. Ол жасампаздық пенен жаңашылдық. Кім жаңашылдыққа жақын болса, жасампаздық деген жаңа нәрсе жасау ғой. Сол. Егер солай сіздер жаңашылға, жаңа нәрселерге, идеяларға үйір болсаңыздар, соларды қолдасаңыздар, сіздерден шықса, біз сол ұранның жетегіне жүргеніміз. Ол керемет жақсы ұран деп ойлаймын. Ақылды адамдардың бәрі осы ұранға ілігеді. Өйткені президент кәдімгідей алаштың қайраткерлері сияқты осындай ұран тастап тұр. Сосын менің тағы да айтайын дегені, мен расында да мен мынау болмысты баптау деген абай әлеміне саяхат деген кітап жазып шықтым. Осының ішінде белсенділік, қоғамда белсенді болу үшін адам өзін белсенді болу керек, өзін баптау керек. Бірінші қалай деп айтам, Абай атамыз айтты, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Бізде анау үлкен қайраткерлеріміздің несі қарапайым сөзге мән бергісі келмейді. Мен сол ақыл, қайрат, жүрек деген талдап шықтым. Мысалы, қайрат дегенді алайықшы, адам қайратты. Адам қайратты болу үшін сіздер алдарыңызға мақсат қойсыңдар, соған жетуіңіз үшін сізге қайрат керек. Қайратты болсаңыз ғана жетесіз. Ал қайратты Абай талдап берген қандай екен. Мысалы, күш, қуат керек. Күш болу үшін спортпен шұғылданасыз, спортпен шұғылданасыз, сіздің денсаулығыңыз жақсы болады. Сөз жоқ. Тәніңіз. Ал қуат болу үшін дұрыс тамақтану керек. Қазірден бастап дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтанбаған адамдардың барлығы кейін бәрі ауру болады. Қазақ баяғыда айтқан, ауру астан, дау қарындастан деген бір арқылы айтып келген. Ауру астан қалай ауру болады деген қиын мәселе. Сондықтан ол кезде ойланыңыздар. Сосын қайратқа күш, қуат, талап кіреді. Абай өзі айтып кеткен. Талаптың 6 түрін айтты. 6 түрін. Сондықтан осыларды біз дамытсаңыздар, ізденісте болу керек. Адам өмір бақи анау неге мынаны істеймін, ананы қалай істеймін деп ізденісте болу керек. Сосын бақастықтан аулақ болыңыздар. Жаман нәрсе. Бақастық, адам баласы кішкене бір нәрсеге қол жете бастаса, уже мақтаншана басталады. Күшіміз тола бастаса, уже біреуге күшімізді көрсете бастаймыз. Әсіресе жігіттерде шығады, ол қазір болса, міндетті түрде күшін көрсеткісі келіп тұрады. Сондықтан одан аулақ болу керек. Білімді пырт дейді Абай айтады. Білімді білген нәрсеңді істеу керек, біліміңді пайдалану керек. Мысалы, міне, тамақтану туралы егер біліміңізді болса, өзіңізге пайдалансаңыз, сіз сол білімді пір тұтқаңыз. Мынау батыстың елдері білімді пір тұтады, олар білімсіз жемейді, анау тауықтың санын жемейді дейді. Сондықтан олар біледі ана жер дұрыс емес екенін. Ол ғалым айтып тұр. Содан кейінгі сөзге шешен болу керек, тіл өнерін меңгеру керек. Содан кейінгісі өзін қорғана білу керек. Істеген ісіңе бәрің есеп беріп отыру керек. Істеген ісіңде неге олай істедің десе жауап беру керек. Қазақтың дәстүрінде бар, сөзбен сөзге жауап береді. Ол қазақтың дәстүрінде солай, өзін қорғай біледі, сөзін айта біледі. Керек, міне оның өзі де бір керемет. Өзіңді өзің баптау адам. Сосын әртүрлі ақыл ой кеселдерін айтқан, Абай 4 ой кеселін айтқан, содан оның ішінде ең жаманы уайымсыздық. Ойсыздық деген сөз ол. Мына кісілердің айтып отқандары білмеді деген, оның барлығы сол білмегендік, надандық. Ой жоқ, білім жоқ. Содан апарып уайымсыздыққа нетеді. Өйткені қазір сіздерді бәрі әке-шешеңіз беріп тұр, бәрі. Немен ойлайды адам бала? Бала кейбір бала ойламайды. Қайтеді? Бар, ақша бар, дүние бар, үй бар. Болашақта немене боласың? Оған ойлап айламаса, міне уайымсыздық осыдан пайда болады. Сосын мінезді болыңыздар. Мінез керек. Бірақ мінез деген жаман мінез емес, кәдімгідей айтқаныңда сөзіңде тұратын, істеймін деген істейтін сөздер болса, осы мінез. Осындай міне Абайдың несі, әлеміне осындай нетіп, егер кім қызықса, соларға нетіп жүрмін. Мен мектептерге де сынып жүрмін осыны, кейбір орталарға да сынып жүрмін. Сондықтан әлі піскен жоқ, пісіп жатыр. Тұсаукесер болады, келіңіздер, бәріміз де барамыз. Тамаша, рахмет сізге.
Иә. Енді тағы да жастарға сөз берейік. Дария Қанатқызы озық ойлы ұлт цифрлық дамуға қаншалықты дайын деген сұраққа жауап іздеп көрген. Енді Мәкеңе ең соңында бергім келіп отыр, өйткені бұл кісінің темасы, тақырып жалпы бәрін бірі. Обобщающий, аха, сонда. Именно смысл. Иә, соның жолын көрсетіп береді ағаларың, ең соңында сөз берем. Бір қорытынды сияқты. Хорошо. Айта ғой. Жалпы қайырлы күн, мен осы Тұран Астана университетінің бірінші курс студентімін. Өткендегі Астана онлайн ақылдасу алаңы жобасында болғанмын. Сол кезде осы күміс еріктілер волонтерлар клубының адамдарын көргеннен кейін мен де осы жобаның кезекті бөліміне қатысуды өзімді ұсынған болатын. Жалпы мен бұл ойымда не айтқым келеді. Біздің президентіміз соңғы жолдауында озық ойлы ұлт болу идеясын көтерген болатын. Және цифрландыру мәселесі де көп ауқымды мәселелер қатарында. Енді біздің жалпы жастар осы цифрлық қоғамда озық ойлы ұлттар қаншалықты дайын. Бізде қазіргі қоғамда TikTok, Instagram сияқты желілер көп, және олар ата-анамен бөлек тәрбие құралының біріне айналып бара жатыр. Мысалы, айтар болсақ, бізде қазір TikTokта балалардың тәрбиесіне кері әсерін тигізетін көптеген нәрселер бар. Бірақ біздің мәдениет және ақпарат министрлігі осы TikToктағы заңсыз контентті жою бойынша жұмыс жасаған екен. Және қазіргі таңда оның 87% жойылған. Яғни осы статистика арқылы біз жастардың тәрбиеленуіне TikToктың әсері бар, бірақ ол бара-бара жаңағы заңсыз контенттер жойылатынын айтқымыз келеді. Яғни бұл желілердің пайдасы да аз емес. Бізде соңғы 2024, яғни наурыз 2024 онлайн фестиваль өткен болатын. Бұл тек қана республикамызда немесе аудандарда емес, халықаралық деңгейдегі ауқымды фестиваль болды. Бұл арқылы біз өзіміздің Қазақстанымыздағы осы ерекше наурыз мейрамы ең ауқымды өтетін мейрамдардың бірі. Осы мейрамдарды халықаралық фестиваль болып өткеннен кейін көптеген ұлттық құндылығымыз, біздің салт дәстүрлеріміз дәріптелді деп айтсақ болады. Бұның өзі біздің қазіргі әлеуметтік желілеріміздің пайдасы деп білем. Келесі жаңағы әлеуметтік желілерде ақпарат алу басымдылығы. Біздің соңғы 2025 жылы көптеген зерттеулер жүргізілген. Соның нәтижесінде халықтың 70%-ға жуығы осы нағыз ақпарат құралы деп әлеуметтік желілерді санайды екен. Жалпы көп сөйлемей қояйын, TikTok сияқты платформалар ол құрал, бірақ ол дұрыс қолданылса ғана дамудың мүмкіндігі, ал қате қолданылса ол біздің қоғамымызға тиетін қауіп деп білем. Және осы тұста өзімнің ұсыныстарымды айтқым келеді. Жастарға арналған ұлттық мәдени контент жобалар осы Астана онлайн мысалы ақылдасу алаңы ұйымдастырылып жатыр. Осыны жастардың ортасында дебат, дискуссия сияқты жобалар қылып ұйымдастыруды ұсынғым келеді. Иә, контенттер біздің қазіргі қоғамда YouTube'тан қарағанда осы кішкентай шағын форматтағы нәрселер оқырманға, көрермендерге қызықты. Мен осыны ұсынғым келеді. Қорыта айтқанда, жастар цифрлық қоғамның басты күші. Ал оған берілетін тәрбие біз үшін маңызды. Рахмет. Рахмет. Мен бірден комментарий берейін. Жақын арада мен ұсыныс айттым. Жалпы сенің жаңағы күдік айтып атқаның өте дұрыс. Жақында бір зерттеу таптым шетелде, Америкада өткен зерттеулер сонда айтады. Әсіресе жастарға TikTok жасын байқайды, қайсысын қараған. Жастарға бөлек контент жібереді дейді. Анау әдейі үркіп шошатын, қорқитын немесе жаңағы өз күдіктенетін бір ақпарат жібереді, сол арқылы реклама басқасын тастайды екен да. Соны мен өткенде Францияда тағы бірнеше мемлекетте төменгі жастарын шектеп қойыпты. 14 жастан жоғары болу керек. Сосын оларға анау нелерді специальный программаларын азайтайық, чтобы балдардың психологиясы әсер ететін болмасын деп. Бірақ мен сенімен толық кетсем, сол кезде TikTok бізге келді. Мен де айттым, давай шектейік. Давай запрет қояйық. Сонда TikTok айтып жатыр, жоқ, біз ондай кедергі жасамаймыз. Егер ұлттық контент болса, біз қолдауға дайынбыз деді. Сол себептен бұны пайдаланайық. Да, өздеріңіз ойланыңыздар. Сосын мен көрдім, кеше уже 2-3 TikToktан әлеуметтік желіден шығып жатқан әртүрлі площадкалар тоқтатып жатыр. Ішінде жаңағы
енді плюс 18 деп айтайық, негативный біздің қыздарды тартып әртүрлі жаңағы жаман контент шығарып жатқанын пайдаланып жатыр әлеуметтік желі. Біз енді керісінше айтайық, білім саласын, тәрбиеге қатысты жобалар жасайық. Вообще мен бұрыннан бері қызығамын, өзім технология қызығатын адам. Кезінде теледидардан хабар жүргіздім. Сол кезде мен түсіндім, вообще за онлайн, за площадками будущего. Вот тиктоктан площадка жасайық. Арнайы, прям массовый қылып анау жаңағы прямой эфирді там 2-3 сағат жүретін. Я даже в прошлом году подумал, жаңа жылда тиктокты өткізейік, жаңа ең дұрыс елек. Өткенде біз бір жастар келді, айтады, біз өлең айтқымыз келеді. Сосын давай мы сделаем конкурс. Енді олар таза өлең емес, как это называется, каверларды, да? Кавер КЗ деген жоба жасадық та, просто никто не финансирует, өзіміз жасадық. Тікелей эфирде очень интересно шығады екен, да, каверлар жіберіп. Сонда голосованиемен мы это все можем сделать. Так что наоборот, қазір TikTok кеше Молдовада, Румынияда TikTok қазір саяси құрал болды. Страшно сайлауға неғылады. Қазақстанда еще ондай неған жоқ. Америкада TikTok құралы болды. Соңғы сайлауларда TikTok Трамптың сайлауына көп әсер етті. Сол себептен TikTokқа перспектива бар, онымен таласудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Но если вы предложите, давайте ол творческийден бастайық, да? Жаңағы өткенде Қырғызстандан 4 бала көрдіңдер ғой, қазір Америкада тұрады, қазір айына 500 миллион теңге шығарады. Бала кішкентай балдардың контенті, да? Чапа бірінші деп айтады да, 4-еуі цветной киім киген. Просмотры миллион. 1 миллиард 300 миллион просмотр бір ролигінде. Я думаю, это страшно. Сонда бірақ ищет аудиторию, да? Детская аудитория, средняя аудитория. И қазір олар Америкада тұрады уже. Сонда жаңағы өзің бағана айттың ғой, бір рет шығып, бірақ біз бір рет шығып случайно популярно болды емес, сауатты контентпен шығайық. Сол себептен мен өзім лично мұндай проекттер болса қолдауға дайын. Бір айдың ішінде ұсыныс беріңіздер. И может быть жаңа жылдық бір әдемі сосын болады ғой, жаңа анаға қатысты мереке, жаңа осындай 8 март, Наурыз, на прямом эфире TikTok'та, а тут что попало, ерунду розыгрыш жасайық, бір серьезный контент жасайық, творческий конкурс жаралайық жүргізетіндерді. Давайте ол жаңа, давайте. TikTok'та кітап оқуды сән байлаңыз. Жоқ, онда енді TikTok'тың форматы шамалы былай қызық қылмаса, я сосын ойладым, TikTok'қа именно профессиональный микрофонмен шығу керек, да, профессиональный светпен, профессиональный камерамен жаңа. Я уже көрдім шетелдің жұлдыздары тиктоковские, у всех мынандай шур микрофон, у всех уже свет профессиональный стоит. Бірнеше камера тұр. Обычно же TikTok нельзя переключать. Сонда мен байқаймын, уже все, уже там не просто TikTok бұрын телефоннан түсіре салатын, қазір контенттің сапасы HD формат кемінде, да? Так что давайте қарайық. Ол жаңағы профессионализм, артистизм, бірақ негізінен шынайылық керек, да? Вот как ол жаста бар, сіздерде бар. Жасанды лидерлер емес. Вот жасанды лидерлер көрінеді бірден бізге, который тапсырмамен белсенді болатын студенттер бар. Өткенде бірнеше университетке бардық. Сол тапсырмамен белсенді болған адамдар только қағаздан жазып берген оқиды да қоя салады. Идея жақсы, рахмет. Дария, өзіңіз идея жасадыңыз, енді соны ары қарай жылжытыңыз. Сізге жарай ма? Енді соңғы біздің жастардың арасынан Сейітжан Нұрай. Айналайын, айта ол. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Сейітжан Нұрай. Тұран Астана университетінің құқықтану мамандығы бойынша 1-ші курс студентімін. Дәл қазір менің айтайын деп отырған дүнием, бәрімізге белгілі мемлекет басшымыздың елімізге кезекті жолдауында мемлекетімізді 3 жылдың ішінде цифрлы сауатты елге айналдыру қызметі қойылған болатын, яғни міндеті қойылған болатын. Бірақ та бұл елімізді әрі қарай дамытуға үлкен септігін тигізеді. Алайда реалистік көзқараспен қарайтын болсақ, біздің елімізде цифрлық сауаттылық деңгейі төменірек. Неге? Себебі кибер қауіпсіздік мәдениеті, болмаса фишингтік хаттарға алданып қалу, сеніп қалу деген сияқты дүниелер әлі де өзекті болып отыр. Осыған байланысты, егер елімізді 3 жылдың ішінде цифрлы елге айналдырғымыз келсе, алдымен мынандай мен айтып өтетін ұсыныстарды атқарғанымыз жөн деп есептеймін. Алдымен аға буындарды қолдау, яғни зейнеткерлерге арналған қысқаша түсіндірмелі подкасттар, тегін курстар, тренингтар деген сияқты ұйымдастыру. Одан кейінгі цифрлы телемедиа
телемедианы ары қарай жалғастыру, яғни бізде қазір көптеген телемедицинаны дамыту, онлайн дәрігерлерді қабылдау деген сияқты дүниелерді арттыру. Одан кейін бізде дүние бар, арнайы тапсырыспен ұлтжанды фильмдерді ары қарай жалғастыру, яғни Өзбек Әлжанбеков, Әлихан Бөкейхан деген сияқты. Қазір бізде Балапан деген телеарна бар, яғни сол сияқты қазақи телеарналарды шығару деп білемін. Яғни жастар қазір цифрлық сауаттылықты тек оқу деңгейінде ғана емес, оны тұтас экожүйе түрінде қалыптастыру керек. Жалпы айтқанда жастар қоғамымыздың қозғаушы күші болып табылады. Яғни олар осындай үлкен цифрлы елде тек қана тұтынушы емес, жаңа жобалардың авторы болу қажет деп ойлаймын. Мемлекетіміздің жастарға артқан сенімі, олардың тәртіпті, тәрбиелі және де жауапкершілігі жоғары ұрпаққа тәрбиелеуге жол ашуы да дәл осы себептен. Назарларыңызға рахмет. Ой, қандай тамаша. Өте жақсы. Бір нәрсені қосқым келеді, жаңағы өзің айтқан цифрлық сауаттылық. Вот мен толық қосыламын. Бұл жерде үлкен қауіп бар. Біз бір-бірімізді мақтап айта береміз, осы план орындайтын болдық, бірақ бұл пландардың ішінде ересек адамдар жоқ. Мен сияқты адамдарды ешкім үйретіп отқан жоқ. Хорошо, мен өз мамандығым информатик. Мен бұрыннан бері қызығамын, ешқашан компьютерден кеткен емеспін да. Бірақ үлкен кісілерді оқытпайды. Сол себептен онлайн мошенниктердің көбінесе жертвалары үлкен кісілер. Кеше бір профессорлар ұсталып жатыр, профессор, академик, бірақ цифрлық жағынан біле қоймайды. Казгуде кеше пәтерінен айырылып қалыпты. Міне осындай проблемалар бар. Мен тағы екінші жағы, мүмкін жаңағы сабақтастық дедік қой, ұрпақтар арасында сіздер үлкендерге цифрлық сауаттылық жүргізсеңдер. Мысалы, мен немерелерім маған ең бірінші Google-ға сұрақ қояды, қалай? Google бірінші деп жоқ, Google-ға. Осыдан бір 19 жылы мен немерем айтады жаңағы. Google бірінші деп сұрайды, Google-дан сұрақ қойғанда. Окей, Google, да? Соны мен немерем 5-те. Отырмыз айтады, окей, Google деп айтады да. Мен айтамын, не? Осындай ата. Мен неге білмедім оны? Айттым, масқара, мен интернетпен жақсы білемін, әлеуметтік желіден шықпаймын. Один из продвинутых осы салдамын, мен окей Гуглда немеремнен үйрендім. Және оған ренжімеймін, өзім ойлаймын қазір балдар бәрін біледі. Жаңа сол себептен сендерде давайте ондай идея жасайық бірге. Екінші мынандай бір идея айтқым келеді, контент бойынша. Тағы да 19 жылы үлкен президент сайлау болды. Сол кезде мен бір ұсыныс бердім, азаматтар сайлауға бақылау жасау. Сонда ұсындық. Мен идеям болды, аманат деп қойдым. Ол кезде аманат деген партия болған жоқ. Мен аманат деп бүкіл Қазақстан азаматтары, белсенді азаматтар. Мен депутат болашақ президентке аманат мынандай деп 5 аманатын тайттап, былай қолымды қой деп. 10 мың ролик жиналды. Ставим шетінен. И просмотр жоғары 10 мың ролик жиналды. Сонда я удивился. Правильный подход беріп, дұрыс жаңағы тренд жасау керек қой, қазіргі сөзбен. Кешегі шығып тұр ғой, ойлашы деп, да? Может быть, сол ойлашының бір жаңа более ақылды түрін айтамыз, да? Ойлашы, да? Мен айтамын, интересно, неге кетті? А я изучил, Россияде ойлашының тренді 3 жыл бұрын шыққан екен. Представь себе деген бір жігіт айтып қойды. Оларда тренд жүрді, сосын тоқтап қалды. Ол енді ойлану деген қиын ғой, көп адамдарға оңай емес. Қазақтарға жақсы кетті ол аудитория. Жалпы қазақта сөз мәдениеті керемет қой. Сол себептен давайте екінші бағыт, пожалуйста. Онлайн мектептер, онлайн ақпарат беру саласы. Жақсы, енді соңғы спикеріміз Марғұлан Ермағанбетов деген ағаларыңыз құқықтық басқару жобасының авторы. Бұл кісінің жалпы өзінің атқарып жүрген қызметі. Басқару это закон деген шығар да? Басқару бір жағынан басқару, екінші жағынан басқару деген сөз. Біз бұрыннан бері бірімізді танимыз осындай алаңдарда. Сізбен бір столда отырғаныма қуаныштымын. Қазір бір кейс айтайын. Есім Марғұлан Ермағанбетұлы, ұлы деп айтып қояйын, сіздерге бір тренд болсын. Жалпы Әдекен жаңа ғана бір семинарда болдық. Сізден кейін 2 сағат әкімдерге лекция оқыдым. Кешеден бері журналистермен сұхбат беріп жатырмын, сондықтан көп сөйлейтін адаммын, бірақ қазір енді регламентке төселейін. Әр салада выступать етсем мен, бірақ жастардың арасынан енді сіздерді зумер дейді ғой. Зумердің деңгейіне түсіп сөйлеп көрейік. Жалпы
бүгінгі тақырып жолдаудағы цифровизация мәселе. Мұрат аға, күн тәртібінде бағдарламасы мен сарапшымын хабарда тұрақты. Осы мен айтқан дүниелер кеше жолдауда көрініс тауыпты. Министрлік құрылыпты, осыны мен айтқам. Өйткені 4 мемлекетте қазір министрлік бар екен, жасанды дегенді. Соны кейс ретінде айттым, сосын ұсынысым жалпы ел ішінде жасанды интеллектіге уже бар екен. Ең бірінші Арабия мемлекеті құрған екен. Сонда қараңыздар, бізде мынау жасанды интеллектіге біз төселуіміз керек. Хотим мы не хотим, бүкіл деңгей соған төселіп өмір сүруіміз керек. Бүкіл білім саласы болсын, қай болсын, мынау бүкіл мамандықты иелері бар ғой, соған қосалқы жасанды интеллект мамандығы бірге жүру керек. Дәрігер болсын, кім болсын, мұғалім болсын, құрылысшы болсын деген сияқты. Енді екі мәселені айтқым келеді жастардың арасында. Бұл әлеуметтік желідегі мәдениет, құқықтық және салауатты өмір салты. Мен 15 жыл мемлекеттік қызметте атқардым. Мұрат ағамыз жақсы білетін шығар, закон о местном самоуправлении деген өзі трендовый тема. Соны 3 заңын әзірлеушімін ұлттық экономика министрлігінде. Содан кейін болашаққа кетіп, болашақтан оқып кеткеннен кейін бір ой келді. Оказывается, бізде Российская академия госуправления, да. Диссертациямда сол болды. И елге келіп ойланды, мен как теоретик ретінде и практик ретінде. Оказывается, гражданское участие бізде салыстырмалы түрде әлі кенжелеп тұр. То есть самоуправление дамымай, өз-өзін басқару деген. Азаматтық қоғам дамыды деп айтуға болмайды, бұл индикатор. Енді ол институционалды былай ұстаным, оны кең тақырып былай айтқан кезде. Жалпы азаматтық қоғамда біздің жастардың алатын орны бөлек. Мен енді Гүлсезім сөйлеп жатқан кезде есіме түсіп жатыр. Мен қызым Гүлсезім, студент, кеше бір мәселе айтып жатыр да, әкем мынау мәселе дейді. Соны шешпес дейді. Мен айтам, енді сендердің коллективный мәселе ғой деймін да, неге өздерін көтермейсіңдер десем, қорқамыз дейді, мүмкін универден шығарып жібереді дейді. Мен айтам, Непалды қараңдаршы деймін, жастар, енді мен ондайға шақырып жатқан жоқпын, бірақ мемлекеттік төңкеріс жасап жатыр. Францияда митингтен жастар негізі. Енді митингке шығыңдар деп айтпаймын, бірақ қозғаушы күшті. Біз әлі де TikTok революцияда жүрміз да, бірімізді қаралап, нетіп. Енді мен жастардың арасында цифровизация мәселесін айтайыншы. Өткенде бізде 174-ші бап деген бар. Қазіргі көп деген қылмыстар біздің кезімізде қалыпты жағдай қазіргі қылмыстық бап болып табылады. Буллинг, сталкинг деген кәдімгідей бап, боғауыз бап 73 мың теңге. Өткенде қарағанда бір қыз кейс болды ғой, 74-ші бап бойынша қазақ ұлтына тіл тигізді. Кейін біз мониторинг жасап шықтық. Акасы сол посттардың арысын қарасақ, біздің кез келген қазақ жастарын қолына кісен салып алып кетуге болады. Көрдіңіз, этика жоқ, цифровизация, мәдениеті жоқ, цифровой гигиена ұстауымыз керек. Ал бізге жастарға не істеуіміз керек? Ақпаратты көп беруіміз керек. Университет, мектепте. Біз мені АФМ меморандумға отырып, 2 ай бойы мошенничество бойынша, дроперство бойынша көп мағлұмат бердік. Өйткені бұл бағытта өте опасны, былай айтқан кезде. Қауіп-қатер сол жерде. Офлайн өмірде емес, онлайн өмірде қылмыстар. Бізде онлайн өмірде жауапкершілік бар деп ойламаймыз. Енді TikTok'та отырасыздар, ойларыңызды кейін жаза бересіздер. Міне соны сәл жауапкершілік болу керек. Екінші мәселе бұл салауатты өмір салты. Мен көп қараймын, ауру бала көп не келіп жатыр. Бұл бір кезеңдегі біздің олқылығымыз денсаулық саласындағы салауатты өмір салтына мән берген жоқпыз. Біздің замандастардың қазір балалары, мүгедек балалар келіп жатыр. Міне осы бағытта мен өзім қазір арақсыз, темексіз, спортқа жақын ұрпақ тәрбиелеу бағытында көптеген шара жасап жатырмыз. Мен өзім Қазақстанның рекордсмені болам. Қазақстанда 2 мәрте жүгіріп өттім. Енді Қазақстан деген алып мемлекет қой, Қазақстан рекордын қойдық. Соны мақсатымыз TikTok'қа кіру. TikTok'қа хайп жасағымыз келді. Не арқылы? Осы Қазақстанды жүгіру арқылы. 10 миллион қаралым болды, в принципе, біз осыны көрсеттік. Бірінші мақсатымыз жастардың арасында салауатты өмір салты. Мынау қара суды ғана ішіп өмір сүруге болады. Мынау не бар ғой, фастфудтан арылу керек. Тек қана мынау кәдімгі табиғи өніммен өмір сүру керек. Сосын спортқа бейімделуіміз керек. Спорт бұл нағыз профилактика, олсыз болмайды. Сосын бізде мынау көптеген шара өтеді ғой, наркотики, есірткісіз. Одан гөрі біз спорттық шараны көбейтсек, мына спортта жүрген адам ол мынаны ойламайды. А егер есірткісіз қоғам деген марафонды жасасақ, бір іс-шара жасасақ, жастардың екеуінің біреуі бір күні соны көргісі келеді. А спорт жасасақ, мен өзім практик ретінде айтайын.
Мен кеше ғана Қырғызстанға марафон қатысып келдім, Алматы марафонына қатысып келдім. 16 мың рекорд жасады. Бір мезетте 16 мың адам жинады, ойлаңыздар. Это қандай кайф ана жерде. Бір мезетте 16 мың адам жүгіріп жатыр. Жастар жүгіріп жатыр, қыздар жүгіріп жатыр. Өзім риза болып келдім. Енді Қазақстанды айналып жүгіріп өткен кезде мен мақсатым сәл болса да бір эффект беру. Жастар көрсін, осы пайдалы дүние. Жүгіру арқылы. Жүгіру ең қолжетімді спорт. Мен мұны 7 жыл болды, осымен айналысып келе жатырмын. Жалпы мемлекет өз деңгейінде барлығын жасап жатыр. Азаматтық қоғамды дамыту мақсатында, спортты дамыту мақсатында көп дүние жасап жатыр. Енді сөз соңында мынаны айтайын, білмеймін, жақсы жағынан ба, жаман жағынан ба, бізде қазір диджитал форум өтіп жатыр. Әйгілі, әлемге әйгілі Дуров келді. Дуров келді, қарап отырсам қыздарымыз отыр ғой. Телеграмның основателі да, енді президентпен кездесіп жатыр. Сөздің басын, не знаю, может, неудачный шутка шығар. Қазақстанға көбісі әйел алуға келеді дейді. Мен болсам орталық ашуға келдім дейді. Енді әркім астарын іздеп жатыр. Не айтты деген сияқты. Бірақ мен де қыздарыма қарап отырмын. Мен оны бұрында айтып отырмын. Қазақ қыздары өте текті. Спорттан да, білімнен де бар. Қазір біле берсек, кеше бокста әлемде бірінші орын алды қазақ қыздары. Ал шахматтан рейтингте 3-ші тұр. Байқараңыздар. То есть интеллект бойынша да, спорт бойынша да жігер бар бізде. Біз соны аша білуіміз керек. Сол себептен жаңа екі қыздың сөзін қарап отырмын, өте қысқа нұсқа сөйледі. Осы қысқа нұсқа сөйлеу бізге де бір не жұғысты болсын деп ойлаймын. Айтатын дүнием жалпы көп негізі. Біздің қазақ жастары әлемде тренд жасай алады. Кешегі Шерхан болсын, кешегі футболдағы болсын, бокстағы болсын, бұл біздің мақтылығымыздың көрсеткіші. Білім болсын, барлығымызды біз көрсете аламыз. Тек қана біз соған шығара білуіміз керек. Мынау TikTok'ты жаңа айттыңыз ғой, пайдалы нәрсеге жұмылдыруымыз керек. Рахмет. Міне осындай ағаларыңыз келіп отыр орталарыңызға, телефон жазып алып, алдағы уақытта байланысып, бірге жұмыс істеуге сіздерді шақырамын. Көріп отырсыздар қандай үлгі. Енді біздің марафон жүгіресіз бе? сонда Қазақстанда 2 рет жүгіріп өттім дейсіз ба? Қанша километр сонда? Енді батысқа 2000, одан Қазақстанда 7000 шақырым. 7000 шақырым. 9000 шақырым жүгіргенсіз ба? Жалпы. Қол шапалақтап қандай? Енді бір қысқа бір сөз Иә. Біз енді азаматтық қоғамда жүрміз ғой. Депутаттарды бізде көбінесе басқаша қабылдайды, халықтың арасында енді шын айтқан кезде, бірақ де-факто біле бермейді. Біз өткенде мониторинг жасадық, депутаттардың ішіне қоғам белсенділігіне, жалпы ашықтығына, әлеуметтік желіде белсенділігін жинақтай келіп, бір рейтинг жасадық та 5 депутатты алып шықтық. Жалпы әлеуметтік желідегі оқырман саны, жаңағы белсенділігі, пост жазуына соң қарасақ, бірінші орында, үшінші орында Ермарат Бапи, екінші орында кім алды? Асхат алды. Төртінші орында кім болды? Абзал болды, Құспан. Бірінші орында кім болды деп ойлайсыздар? Жоқ, мен депутат емеспін. Абенов. Мұрат ағамыз. Біз былтыр көктем айында жасадық, май мен апрельде. Кәдімгі біраз пост жасаған. Бұның өзі, сосын біз енді зерттей келдік. Неге осы үш тұлға белсенді деп? Сөйтіп қарап отырсақ, бұл кісілер азаматтық қоғамнан келген екен. Мен именно азаматтық қоғамнан. Дұрыс айтады. Мен Марғұлан өзі мен сияқты чиновник болып, қоғамдық ұйымға кетті. Дәл солай мен айтам. 2013-те мен де госслужбада шамалы көңілім қалып, қоғамдық ұйымға кетіп, 10 жыл общественник болды. Марғұлан, рахмет сөзіңе. Анау Асхат Аймағамбетов дұрыс, кстати, ол да бір талантты азамат, кезінде өзім байқап, 16 жылы случайно бір жиналыста айтқан ғой, будущий министр деп айтқан ғой, Қарағандыда жұмыс істеген. 3 жылдан кейін министр болды. Мен көрдім ғой, регионда жұмыс істейтіне өте белсенді. Марғұлан, рахмет. Бірақ біз бір-бірімізді айтып жүруіміз керек қай кезде. Это тоже очень важно, да? Бір-бірімізді қолдап жүрмесек. Мен де өзім ойлаймын, это біздің роль мынау. Ол жас, басқа, мынау енді өсіп келе жатқан жастар. Мне это человек, который госслужбаға не привязан, өз таланты арқылы любой жерге барылады. Бірақ нені бірінші естіп тұрмын жаңа марафонды. Жақсы, енді қорытындылайық. Бір ауыз сөз, сосын сіздерде сұрақтар болса. Жастарға адамды ой жетелейді ғой. Сіздерде ой болу керек. Мына жігіт жазып отыр, сіздер жазып отыру керек жақсы ойды. Мен жас кезімде анау
педсоветте отырған бізде жақсы ойлар айтатын, аудандық жиналыстарға қатысам, сонда ойлар айтатын, соның бәрін жазып отыратын. Содан менің ойым керемет жақсы болды енді. Әйтпесе мен ауылдан шығып, мен Абайды мына талдай алмас едім. Мен бірнеше жыл бойы жүрегім батпады анаған талдау үшін. Ал қайдан шықты деп мен сол ойлар жинадым. Сондықтан сіздерге де ұсынамын. Жазып алыңдар, қандай жақсы ойлар айтып отыр. Сол ойларды жазып, жай айтқан нәрсе ұмытылып қалады. Қазір айтылды, міне жазып алсаңыз қалады. Жақсы, рахмет. Басқа студенттерден сұрақтар бола ма? Беделді бедел дейді. Қазақстанды қалай елім дейді. Қазақ боп шыққан мына бір жүрек, ақындармен дара туып бір өлмек. Ей жастарым, тыңдаңдаршы бір-біріңді. Құлақ салып жыр тыңдайтын әндеріңді. Ән дегенің ән емес қой күйменен, ән дегенің жаңа шыққан ұсыныспен. Сол секілді ақылдасу алаңында жыр толғадым бүгіндей бір жанашырда. Көріп отырм мінекей қайраткерлер, аман болсын көз қарақты көрермендер. Беделділер, айналайын беделділер. Қазақстанды кім деген елімде керер. Сол секілді жыр туып жыр толғайтын, қан деген қазақ болып қала бермек. Қазақ деген хандықтан бастау алып, сол бастауда бұлақтай сарсаң салып, жолды бір салайықшы бәрімізде бұлақ болып, көл болып, теңіз болып, мұхит болып, әрмеңдеп жаймаңдайық жайсаң толып. Назарларыңызға рахмет. Ой, керемет. Өзіңіз таныстырып кетпедіңіз ғой, жазып алайық авторсын. Мен Сөз сөйлеген. Иә, мен шығып кеткен кезде да. Мен Тұран университетінің бірінші курс студенті, филология 25-3, Сұраншиева Гүлсезім Даубайқызы. Мен енді сұрағымды қоя кетсем дегенем. Енді белсенді Қазақстан, беделді Қазақстан ол әрине жастардан бастау алады. Соған байланысты Мұрат аға сізге тіке сұрақ қойғым келеді. Жалпы өзіңіздің шығу тарихыңызды, өзіңіздің жолыңызды да айтып отырсыз. Жастарға бір жағынан бағыт пен мотивация беру арқылы өзіңіздің осы жеткен жетістігіңізді қаншалықты бағалай аласыз? Және қазіргі отырысты қалай бағалай аласыз? Соған жауап берсеңіз. Иә. Қазіргі нені? Отырысты осы. Мен шынын айтайын, бұл отырысқа өзім қатты қуанып отырмын. Жалпы мен барлық оқу орындарын білемін, енді мен білім саласының вице-министрі болдым ғой. Бірақ мен сол кезде вице-министр жұмыс істеген ең үлкен қолдаған университетім Алматыдағы Алмаю жеке университеті ғой. Мен біреуіне де барып айтым, қалай белсенді студенттер деп соған іздеп жүріп соған баратын. Казгу емес, ЕНУ емес, басқа емес, себебі сол студенттер маған өзіме қатты ұнайтын. Дәл солай Астанадағы, мен әр жерде әртүрлі қылып айтпаймын, маған ең қатты ұнайтыны Тұран университеті. Маған бұл орта ұнайды. Өткен жылы, помните, осы жерде отырдық, ол жас қыздарын қыз алып қашу туралы қайта-қайта айттым. Мен сіздерді атадым, мен осындай, және сол заңға қыз алып қашу қатысты ұсынғанда айттым. Мен қыздар сөйтіп маған сұрақ қойды, мен не айтарым білмей қалдым деп. Сол себептен мынау сендердің белсенділіктерің ұнайды. Жаңа Марғұлан ағаларың айтты ғой, тек белсенділік, ол жасанды емес, шынайы белсенділік болу керек. Мен дұрыс айтады, сіздерден сондай белсенділік мен көріп отырмын, бар. Бұл университет енді ерекшелігі сол. Екінші, әрине, жетістікке ешқашан тоқтамау керек. Мен өзім ойлаймын, әр адам өмір бойы оқып, өмір бойы мен бір нәрсені білмеймін деп не қылу керек. Мен өз немерелеріне айтамын, мен әлі көп нәрсені үйренуім керек. Мен жаңа нәрсе шықты ма үйренуім керек. Мен 60 жасқа келдім деп тоқтай қоятын, өзім іштей ойлаймын. Күнде жаңа технология, жаңа басқа медиа, соцсети, басқа мен де әлеуметтік желілер жүргізем, контент түсірем, жиналысқа қатысам. Осындай шараның біреуінен қалмаймын, бұл Марғұлан біледі ғой. Ол неге ол адам тоқтамау керек. Ешқашан мен жеттім деп, бағалайтын уақытқа әлі келмедім деп өзім ойлаймын. Бағалау ерте. Тем более немерелерім өсіп келе жатыр. Айтты ғой, қыздарым сұрақ қойды. Менен уже немерелерім сұрақ қояды. Әрине біз әлі көп алдымызға олардың деңгейінде сөйлесу үшін өз-өзімізді әлі дамытуымыз керек. Сол себептен мен әлде бағаламаймын. Мен есімде 49 жасымда жұмыссыз қалып, мемлекеттік қызметтен жарты жыл үйде отырып, журналистикаға барып, курстан өттім журналистика. Может, курс ұнайды, шашыңыз аппақ уже үлкен кісі, қалай 46-49 жасыңызда журналист. Курсқа бардым, өттім, конкурсқа қатыстым и телехабар жүргіздім хабардан да. И то мен Астанаға келгенде Қызылордадан орысша сөйлейтін көбінесе, орыс мектебін бітіргенмін, бірақ
ұлттық арнадан қазақша хабар жүргізді. Сол менің жетістігім деп ойлаймын да. Мен бірақ ойлаймын, новый сфера ғой. Сол себептен көп бағыттар бар. Әлде де мен де өзім, мен қазір 3-ші рет парламентте депутат, бірақ дәл осымен тоқтайын деп өзім ойламаймын, потому что басқасы болмаса, саясат болмасаң да маған қоғамдық әлем маған негізгі. Мен бүгін защита прав потребителей бойынша ұйымдармен кездестім, мен айттым, я ваш. Мен парламентте бір күні аяқталса, жастар және защита прав потребителей маған ұнайтын тақырып. Так что барлық кезде белсенді болыңыздар. Бүгін уже біраз адамдарды байқап отырмыз, шынайы болу керек, бірақ ең негізінен. Неге әлеуметтік желінің рөлі? Әлеуметтік желі, знаете, шынайы болса көрінеді. Кім шынайы айтса бірден кетеді. А кто ради рекламы, ол да көрінеді. Сол себептен шынайы болыңыздар, білімді болыңыздар, сосын өзгерістерге дайын болыңыздар. Рахмет. Бүгін керемет кездесу болды вообще. Гүлсезім, айналайын, Мен бір өлең. сағатқа келем ба деп уже 2 сағат прям тоқтамай сөйлеп. Өлең керемет екен. Суыр салма осырда отырып шығардың. Мына дарынды қыз я, қандай тамаша. Сөйлеуге мүмкіншілік болмады ма деп. Марғұландар, мен сәл үлкендеу болғасын демей отырмын, маған жол беріп. Бірақ белсенділік деген осы ғой да, Марғұлан. Басқа сұрақтар бар ма? Аяқтаймыз бәлде. Міне сұрақ бар, аха. Сосын сөйлетіп кетсек, иә бәрін. Мен атым Абайхан, мен бірінші курс психология факультеті оқимын. Бірақ мен қазақша барлығы түсінемін, бірақ жақсы сөйлей алмаймын. Кешіріңіз, мен орысша айту бола ма? У меня два вопроса. Первый, я хотел узнать, так как на сегодняшней встрече мы затронули такую тему, как цифровизация, я хотел бы узнать, что вы считаете о неравноправном разделении грантов в плане того, что на профессии, которые в будущем могут быть заменены новыми технологиями, которые на нынешнее время считаются дефицитными, на них раздаются больше грантов, чем на профессии, которые в ближайшее время нельзя будет заменить искусственным интеллектом и прочими технологиями. Такие как психология, так как на моем факультете очень мало грантов на юриспруденции, цифровой юриспруденции. Грантов много, говоришь, да? Очень мало грантов. Мало? Не хватает. Например, на моей на группе... психологии нету, да? В моем мало, потоке около 100 человек, и 2 из них учатся на гранте всего. На психологию, да? На психологии. Хотя психология — это такая наука, которую еще весьма не скоро, если вообще когда-нибудь смогут заменить искусственный интеллект. И помимо этого хотел узнать... До того, как поступить сюда, я учился на первом курсе в другом университете, на другой специальности. Я столкнулся с такой проблемой, что по мере своего обучения я понял, что профессия, на которой я обучаюсь, мне не подходит. Потому что до этого мне про нее было известно только то, что мне говорили родители, как они стали мне туда поступать. У меня имелось какое-то абстрактное представление об этом. И в моменте своего обучения я в это как-то больше вникся и понял, что это не мое. И также я увидел, что с этой проблемой сталкивается огромное количество студентов, в связи с которым на первом курсе они либо отчисляются, либо переводятся, либо на следующих курсах с не менее... с проблемой того, что они не могут перевестись, они отчисляются и поступают заново в университет, как сделал это я. Например, я потерял год своей жизни и поступил на другую специальность в другом университете, потому что мне не смог правильно подобрать профессию, которая мне подходит. Я бы хотел в стенах университета это как-то реализовать, создать организацию, которая будет заниматься профориентацией, которая будет проводить вводные лекции со специалистами, которые уже работают, давать студентам возможность уже на первых курсах проходить какую-то практику вместе с действующими специалистами. И хотел бы узнать, могу ли я получить поддержку, кроме той, которую может мне оказать университет, в целях того, чтобы это все было реализовано не только в стенах нашего университета, но и в стенах других университетов. И также самое главное для школьников 10-11 классов, для которых эта тема, мне кажется, намного актуальнее, чем для студентов. Спасибо. Очень хороший вопрос. Я сразу хочу ответить. Да, во-первых, конечно, вот я тебя поддерживаю в желании поменять профессию. Да? То есть многие люди не решаются. Я иногда даже ругаю. Зачем, если вам не нравится, надо было бросить и уйти на другую. Я был вице-министром образования, я знаю, что... Ну, к сожалению, так. Многие профессии, они только диплом дают, знания не дают. Да? Я говорю, ну поступили, но не туда, бросьте, рискните, да, год уйдет, но зато вот, я думаю, сделали смелый поступок. Я 3 раза уже профессии менял, я уже когда
был учителем, потом остался без работы и пошел таксистом работать. Ну, денег не хватало. Пока я таксовал, знаете, что мне больше не понравилось? Коррупция. ГАИ тормозит и постоянно взятки берет у меня. Я разозлился, начал учить законы. И пошел я заочно юридически в 32 года. Я в 30 лет закончил, 32 года. А потом в будущем мне это сильно понравилось, что я стал уже депутатом парламента, пишу законы. Да? Вторая профессия, которую я снова получил, это журналистика. Я прям профессионально знаю, как снимать, как выступать, ораторское искусство, как вести дискуссии и так далее. Но нельзя никак бояться. Второй вопрос, который ты говоришь вот, по психологии, вот я читал экспертов Гарвардского университета, сказали, какие самые сильные компетенции нужны для будущих кадров. Первая компетенция – это коммуникабельность. А коммуникабельность – это психология. Если ты талантливый, умный, что-то хочешь сделать, пока ты не научишься с людьми разговаривать, а чтобы разговаривать, я, кстати, по дискуссиям и так далее, и была такая в советское время ученая Дридзе, она грузинская ученая, она сказала, вести диалог – это психология. Да? Чтобы хорошо диалог вести, надо психологию того человека знать, с кем разговариваешь, понять, где он находится, его вести аккуратно. Я книгу прочитал и понял, что это наука, психология, которая и в политике нужна, и в бизнесе нужна. Да? И, по сути, одна из серьезных проблем. Почему у нас много суицидов, много проблем? Мы всему учим, кроме психологии. В школе, известно, среди детей вот, много проблем. У меня внучке 13 лет, я ее маме каждый день говорю, вот я уже 1,5 года назад, переходный возраст начнется, байха. Я сейчас начну за вопросы задавать. Но қазір айтқан істемейді, мына жерде қарсы шығады қазір саған. Мына жерде телефон алып туалетке тығылып қалады. Заранее білейік осындай. Вот у нас этим не занимаются, к сожалению. У нас только уроки дают, а как понимать жизнь не дают. Очень актуально. Ну, я не могу сказать, что государство это понимает, к сожалению. Давайте подумаем. То, что вы где-то какую-то практику хотите делать, конечно, я бы, может быть, если не увидел у вас особых талантов, я бы, может, пока вам не доверил. Почему? Потому что я боюсь иногда, что непроверенные технологии, и как в религии, да, они могут людей завести не туда. И вообще, я помню, один раз в Алмату приехала одна женщина, начала какие-то странные тренинги вести, и много молодежи пошло. После этого 5-6 молодых девушек развелись с мужьями своими, потому что они говорят, вот, вы несчастливые, вы не самореализованы, вы живете дома, ваш муж абьюзер и так далее. А у нас же традиционная казахская семья, да? И взяли эти девушки, говорят, оказывается, я живу, 2 детей, оказывается, я не люблю, оказывается, я не реализовался. И скандалы начались. И потом я говорю, видите, как опасно? Нельзя кому попало доверять. Это вас не касается. Вообще надо, очень опасно. Я вообще против тренингов. Лжепсихологов президент недавно сказал, да? Очень осторожно надо. Я иногда сам, я же политик, и мы же чиновники, мы умеем убеждать. Я думаю, а вдруг вместо нас кто-то другой сядет и будет вас уводить в другую сторону, опасную, да? В этом отношении, конечно, это страшный инструмент в руках людей. Почему сейчас много религиозных течений, почему финансовой пирамиды много, почему разных сект много, да? Потому что сейчас родители не знают, как с детьми работать. Это очень тонкая вещь. И вот, наверное, нужна государственная идеология. Өзіңіз айтқандай, өзіміздің ұлттық психологиямызға сүйеніп, дәстүрімізге сүйеніп. Көрдіңіздер ме, діни ағымдар, әртүрлі формаларын көріп жүрміз ғой енді. Сол себептен это важно, актуально, но это не та вещь, которой мы можем экспериментировать. Да? Вот я бы так сказал. Я много читал психологии, разные курсы, там есть же 7 навыков там, эффективных людей. Я даже тренером какое-то время был. Потом понял, это все обман. Вообще психология сама по себе на 80-90% психологических тренингов это маркетинг, это обман. Вот очень опасно. Я даже вот, если кто-то скажет, на тренинг хочу пойти, я скажу, стоп, осторожно, не надо, давайте проверенный пойдем, потому что, да, очень, знаете, многие пойдут на тренинги, все, обратно мышление не поменяешь. Сильные психологи что они делают, которые в свою сторону? Мышление человека берут, особенно у молодых, у них же пока своей логики нету, берут, ставят новую логику. Знаешь, если ты здесь вот то так, потом вот так, потом вот так, все, адам сосын шығып кете алмайды одан.
соның ойын ойлайды. Оны ауыстыру үшін еще сильнее психолог керек, да? Сол себептен байқайық, но мне твои идеи нравятся, давай поболтаем. Скажи свои идеи, давай подумаем, давай изучим, давай проверенные посмотрим, да? Мне из всех книг, вот я многим дарю книги, потом перестал дарить по психологии книги, но мне вот логика, я потом ушел на управление, вот Исхақ Адизис деген бір мықты өзіме ұнайтын бір терең аналитик бар, мысалы, маған ұнайды. А других, которые я раньше читал, я почти никого не рекомендую, потому что я вижу, он артында маркетинг бар, да? Мен бірақ өзім талай оқыдым, үйрендім, но вот надо быть очень осторожным. Но тема интересная, балдардың көбісіне керек ол психологияны. Да. Просто кімнен Фархат, да? В целом, понимаешь, да? Казахский, да? Қазақша айта берсем, да? Бұл кісі айтқаны жалпы қазір мамандық таңдауына мәселесі болып тұр ғой. Просто из своего опыта хочу сказать, мен бірінші образованием тарихшымын. Я вот такой сильным был историком в универе, 20 лет назад я закончил. Я в универе последний курс выиграл Олимпиаду среди вузов Казахстана. Телевизионный проект был по Казахстану один. Нет, это аналогичный проект был среди историков. Я выиграл тогда 1 000 000 тенге. Это в истории такое не было. Но потом что-то не хотел стать историком, пошел на госслужбу. Как окончил, пошел на госслужбу. Потом в госслужбу уже переквалифицировался, поступил в Академию госуправления, стал экономистом. Потом работал, уже хотел стать юристом, поступил по Болашаку, стал юристом. Потом ушел с госслужбы, сейчас в гражданском секторе. Мынандай талап болу, принцип. В советское время было как-то, апайларымыз мүмкін келіспейшер, образование на всю жизнь, да? А сейчас образование всю жизнь. Ты должен адаптироваться, постоянно развиваться, меняться. Қазір білім, сейчас ты закончил психолог, завтра ты не знаешь, кем ты станешь. Возможно, сен бизнесмен болып кетуі мүмкінсің, айтишник болып кетуі мүмкінсің. Поэтому ты должен быть готовым. Білім алуға. Я, кстати, дополню, Маргулан өте ағаларың точно айтты. Сейчас статистика такая. Каждый, вот вы получите высшее образование, да? Через 9 лет 0 будет. Вот, через 9 лет все знания устаревают в среднем. То есть қайтадан высшее образование болу керек, да? Так что готовьтесь. Диплом алғаннан кейін 10 жылдан кейін қайтып оқу керек. Жақсы, Дина Абзалқызы, енді қорытынды бір өзіңіздің пікіріңізді айтатын шығарсыз, тыңдадыңыз, енді келіп отырып. Микрофонды жақындатып. Жақсы пікірлер тыңдадық. Бойынша, Марғұлан бойынша, сіз аға, сіздің айтқандарыңыз, сіздің бағанағы күміс волонтер дедіңіз ғой, күміс ерікті деген сияқты өте жақсы пікірлер айтылды, ойлар айтылды. Енді мен өз атымнан айтайын дегенім, мен уже біраз болып қалды. Мына біздің комитетті бір-екі жақсы жобасы бар. Бір жоба бағана дарын сыйлығы, талантты жастарға береміз. Екінші жоба уже 3 жыл болды. Іске асып жатқанына президент тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап тағайындаған тәуелсіздік ұрпақтары деген жоба болды. Бұл тәуелсіздік ұрпақтары жобасы өз ісін бастағысы келетін жастар бойынша бағанағы соған береді, көмек ретінде 3 миллион береді. Иә, ал дарынды білесіздер, уже өзінің әлем арнасында өзін көрсеткен балалар. Мен болдым, көрдім деп, мысалы, Рухия, мысалы, Димаш деген жігіттер енді алды, олар лауреат енді. Сол кезде мен өте сол кезде қарап, документтері қарап отырып, саралайсың ғой, анализ дейді, талдайсың, саралайсың, ана комиссияға әдемі документ, сауатты документ түсу керек. Сол кезде менің жастарға бір айтқым келіп тұрған, енді көп оқыңыздаршы жастар. Мысалы, мен өзім кітапты жақсы көрдім. Әжем ол кезде мындай светильник деген болған жоқ қой. Өшір, сөндір бағана нені, светті. Үй ысып кетті, қазір маса кіреді деген кезде бізде Алматы жақта ана аспан төмен ғой. Былай қарасаңыз, байқадыңыздар ма? Үй ай болған кезде ай толық болған кезде ай жап-жарық болады. Сол кезде мен подоконникқа, иә, айдың жарығы, подоконникқа отырып алып, айдың жарығымен өзім өте кітап жақсы көремін. Қазір көзім түскеннен кейін қазір аудио тыңдаймын көбінесе. Бірақ ана неге оқып отырып, сіздер анау грамотность дейді ғой, сауаттылық. Соны дамытасыздар. Сол кезде бір өте қатты бір не болған, қарным ашып кеткені, кішкене сауаттан ақсап қалып жатырмыз шы. Сауатты болыңыздаршы, қыздар, жігіттер, жастар, иә? Бағана зрительный памяттен, бағана көру, бағанағы сақтау қабілетін кішкене дамытыңыздар, иә?
жаңағы айтқан екі жобаңызды қалай біз хабардар болу керек қой жастар, оны қалай? Жоқ. Қысқаша бір информация қалай ол? кете берейін да. Сіз ой, жоқ, онда аяқтай жоқ сіздер айта беріңіз. суретке түсуіміз керек қой. Суретке түсуіміз керек. Жоқ, мен 6-да бір шығып кетуім керек да. Онда қазір айтарсыз, иә? Жеке. Мұрат Әмінович, көп рахмет. Біздің спикерлерімізге көп рахмет. Бүгінгі міне осымен аяқтайық енді. Шын мәнінде көп бір жақсы кездесу болды. Барлық қатысушыларға, спикерлер көп рахмет. Жұмысымыз жалғастырамыз, жарай ма? Рахмет.